баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді болып шығатын помидор по-корейски дайындаймыз. Бұны бүгін жасап, ертең жесеңіздер де болады, закуска ретінде қолдансаңыздар болады, немесе банкаға жауып қысқа сақтауға да болады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бізге қажетті заттар: тәтті бұрыш, яғни болгарский перец, және көкшөптер, петрушка, укроп, тұз, уксус 9%, құмшекер, сұйық май және сарымсақ қосамыз, яғни чеснок, қызанақ. Соус дайындаймыз. Ол үшін тәтті бұрыштарымызды жақсылап тазалап жуып, осылай ет атқыштан өткіземіз. Блендермен езіп өткізсеңіз де болады. Яғни чеснокты да ет атқыштан өткізіп аламыз. Петрушканы да ет атқыштан өткізіп алдым. Бұлай жасау міндетті емес, ұсақтап турасаңыз да болады, өз қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Дайын тұрған көкөністерімізді араластырып жібереміз. Үстінен құмшекер және тұзды, сұйық май құйып, уксусымызды құйып, барлығын араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Жақсылап араластырып, әзірше қойып қоямыз. Қызанақтарымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Осындай кішкентай черри қызанақтарын қолдандым. Үлкен қызанақтарды да қолдансаңыз болады. Ондай жағдайда бірнеше бөлікке бөлетін боласыз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Осындай банкамызды аламыз, астына қызанақтың бір бөлігін саламыз, үстінен соусымызды құямыз. Құйғаннан кейін үстінен қайтадан қызанақтарымызды саламыз. Соус пен қызанақты алма-кезек сала отырып дайындаймыз. Банканың орнына контейнер қолдансаңыз да болады. Осылай дайындап алғаннан кейін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бір күнге немесе 3-4 сағатқа қойып қойсаңыз болады. Ертеңгі күні қолдана берсеңіздер болады. Қыстық салат ретінде жабатын болсаңыз, банкаңызды стерилдеп дайындап бірақ жабасыз. Өте дәмді болып шығады. Түскі ас пен кешкі аспен бірге қолдануға өте керемет кетеді. Барлығын салып дайындап алдым. Енді қақпағын жауып, кері төңкеріп, тоңазытқышқа салып қоямыз. Суы ағып кететіндей жағдай болып жатса, тарелка қойып қойыңыздар астыңғы бөлігіне. Қандай да қуырмай, қайнатпай дайындалатын, араластырып банкеге сала салатын салатымыз дайын болды. Өте дәмді, аппетитный болып шығады. Күнделікті қолдануға жасасаңыз болады, немесе қыстық салат ретінде банкаға жапсаңыз да болады. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.